Наурыз мейрамының басты тағамы Наурыз көже. Наурыз көже тағамының қазақ салт дәстүріне енуі тектен тек емес. Наурыз көженің түп мағынасында адамдарды достыққа және бірлікке шақыру жатыр. Келер жылға молшылықтың жоралғысы ретінде Наурыз тойында әрбір шаңыраққа міндетті түрде Наурыз көже әзірлеген. Халықтың дәстүрі бойынша оған бидай, тары, сүт, ет, бұршақ, су, тұз, сүр ет сияқты кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы тиіс. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле береді. Соғымның арнайы сақталған мүшелері қазы, қарта, шұжық, тағы басқа қосылады. Ол негізінен бидай көже, тары көже секілді әзірленген Наурыз көже. Наурыз көжені халық арасында тілеу көже, көп көже деп те атай береді. Наурыз көжеге Наурызға арналып сойылған малдың кәделі асына Наурыз бата берілген соң жиналған халық ақ, мол болсын деген тілек айтып тарқасады.